Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен пиццаға арналған итальяндық соустың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 3 дана қызанақ қажет болады. Оны видеодағыдай пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне осылай кесіп алған соң, оның үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Осылай 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткен соң, осылай артық жерлерін кесіп алып тастап, біз қызанағымыздың сыртқы қабығын оңай алып тастай аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Осылай барлығын ашып алып тастаймыз. Одан соң оны осындай шұңғыл ыдысымызға салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Барлығы біркелкі езілу қажет. Міне бізде осындай сұйық масса пайда болады. Енді отты жағып, ыдысымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз және оның үстіне бір тісше сарымсағымызды саламыз. 1-2 минут сарымсағымызды майда қуырамыз. Одан соң орегано дәмдеуішінен бір ас қасық қосамыз. Бұл дәмдеуішті кез келген дүкеннен табуға болады. Суретін көрсетейін, міне осындай дәмдеуіш. Міне 1-2 минут қуырамыз. Одан соң оның үстіне бір шай қасық паприка қосамыз. Міне тағы да 1-2 минут араластырып, баяу отта қуырамыз. Оның үстіне езілген қызанағымызды қосамыз. Міне барлығын қосып, енді осыны 3-4 минуттай осылай қайнатып, кішкене араластыратын боламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Асты жабысып қалмасын, сол үшін осылай араластырып тұрамыз. 3-4 минут өткен соң отты өшіреміз. Итальяндық соусымыз дайын болды. Пиццаңызға осындай соусты жасап пісіретін болсаңыз, өте дәмі керемет болады. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.